Құрметті отандастар, ата-аналар, оқушылар, сіздерді Қазақстан Республикасының 34 жылдық тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күн азаттығымыздың айбыны асып, елдік рухымыз асқақтаған ұлық мереке. Тәуелсіздік біздің ең қастерлі құндылығымыз, барша жетістігіміздің бастауы. Оны сақтау, ардақтау әрқайсымыздың қасиетті борышымыз. Бүгінгі ұрпақ үшін, әсіресе жас өспірімдер үшін, тәуелсіздік тек тарих емес, өз болашағын еркін құру мүмкіндігі. Жастарымыздың білімді, отаншыл, ұлт мүддесін биік қоятын тұлға болып қалыптасуы еліміздің жарқын ертеңінің кепілі. Патриоттық тәрбие жүректе елге деген махаббатты, тұлғада жауапкершілікті, болашаққа деген сенімді қалыптастыратын күш. Сондықтан әрбір жас өз отанын сүйіп, отанын дамуына үлес қосуға ұмтылса, Қазақстанның келешегі қашанда кемел болмақ. Еліміз тыныш, болашағымыз нұрлы, бірлігіміз бекем болсын. Баршаңызға мықты денсаулық, табыс, шаңырақтарыңызға береке тілеймін. Қастерлі отанымыз мәңгі өсіп, өркендей берсін.